Фемицид. Басқаша атау мүмкін емес. Қараңғы тағдыр, ертеңі елес. Өмірің аяусыз жандардың қолында. Қорғаның қандай бар мұнда? Мен қоғамда құны жоқ қыз баласы. Өзінде мүлде жоқ өз бағасы. Сұлу да, сүйкімді бір қыздың қалаушы матану анасы. Құның жоқ ешқандай қоғамда, өлтірсін, зорласын, ұрса да, ешкімнің қол ұшын көрмейсін қаншама жұрт қарап тұрса да. Заң ше, заңға менің өмірім керексіз. Полиция, олар да сенімсіз. Сот ше, біздегі ең ауыр қылмыскер мал ұрлап жүргендер, білесіз. Әйелге қауіпсіз қай кезде? Ресторан, көшеде, жұмыста, кешкісін, жоқ әлде таң ата. Ол тіпті үйінде қорғансыз, барады қай тауға, қай тасқа. Тұрмысқа кімдерге шығамыз? Жігітке ме? Білімсіз, жұмыссыз, жоқ әлде депутат баласы, министр, полиция басшысы. Ал менің не болмақ ертеңім? Болашақ баламды қайтемін, өзімді қорғауға шамам жоқ, қауіпті бақшаңда мектебің, қалайша ол үшін мен мына әлемді қауіпсіз етемін. Қыздар кез төріне биіктеп, көркіне елінің балаған, қайда сол дәстүрі қазақтың қызын бақ, бақытқа санаған.